Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог-андролог дәрігерім. Өзімнің YouTube каналымда сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Тіркеліп алыңыздар. Өткізіп алмас үшін колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Бүгінгі тақырып біз балалардың жыныстық жетілуі бойынша айтамыз. Балалардың жыныстық жетілуі 3 этаптан тұрады. Біріншісі ол балалық шақ, екіншісі ол ересек, подростковый период или пубертат дейді. Үшінші этап ол ересек шақ. Осы этаптарда қандай өзгерістер болатынын айтамыз. Ең бірінші біз балалық шақ пен подростковый период кезіндегі қандай өзгерістер болатынын айтамыз. Балалық шақ көбінесе 10 жастан 10 жасқа дейін болады. 10 жастан 15 жасқа дейінгі аралық ол подростковый период этабы болады. Сол 10 жасында қандай өзгерістер болады? Соны біз біліп алған дұрыс. Өйткені осы кездегі өзгерістерді біз өткізіп алсақ, кейін қайтадан орнына келтіре алмайтын проблемаларға алып келуіміз мүмкін. Ол қандай өзгерістер? Ең бірінші бізде 10 жасында аталық безі, мынау аталық безі өсу керек, ол үлкейіп алу керек. Осы аталық бездің размері 2,5 сантиметрге дейін жету керек. Барлықтарыңызға түсінікті болу үшін біз негізі объеммен санайды, біз бірақ мен сантиметрмен айтамын. 2,5 сантиметрге дейін қолмен өздеріңіз ұстап көрген кезде примерно линейка қойып қасына өлшеп көрсеңіздер болады. 2,5 сантиметрден асу керек негізі 10 жасында. Себебі осы аталық без үлкейген кезде, ұзындығын айтып жатырмын. Осы аталық без үлкейген кезде ғана бізде еркекке басқада мынау бойын өсіретін, именно осы подростковый период кезінде бізде қандай өзгерістер болады? Бой өседі, дауыс өзгереді, сақал мұрт өседі, мүшенің жан-жағындағы түктер өседі ғой. Сол өзгерістерге алып келуге көмектесетін осы аталық безі. Сол үшін бірінші аталық безі өсу керек. Аталық безі өскеннен кейін барып, екінші мүше өседі. Одан кейін барып 11 жасына қарай мынау мүшенің үстіндегі түктер бар ғой, солар өсіп бастау керек. Егер кімде 11 жасында, 12 жасында әлі түктер болмаса, аталық безі, мүшесі кішкентай болса, значит ол бала отставать етіп жатыр деген сөз. Оны көп ұзақ уақытқа дейін 15-16 жасқа дейін күтудің қажеті жоқ, күтпеу керек. Жұмыртқаларын УЗИ-ға түсіру керек. Неге аталық безі өспей жатыр? Қандай себептер? Неге отставать етіп жатыр? Соның себебін анықтау керек. Сол үшін баланы сол кезде тексеріліп бастау керек. Бізде не істейді? Көбінесе бойы да өспей тұрады ол кезде. Жанындағы одноклассниктарынан қалып кетеді. Одноклассниктардың көбісі бойлары өсіп кетеді. Сол кезде жаңағы әке-шешелері уже дабыл қаға бастайды. Неге біздің баланың бойы өспей жатыр деген сияқты. Сол кезде олар не істейді? Эндокринолог дәрігерге барады. Эндокринолог дәрігерге барған кезде эндокринологтардың көбісі айтып жатады, я өседі, 15-16 жасына келген кезде өсіп кетеді деп жатады. Я келісем, өсіп кетеді. Бірақ көп жағдайларда бізде именно упускать етіп алып жатқан кездер болып жатыр. Бой өсуі ол аталық безден де болады, және басқа да гормон продуцирующий органдардан да болады. Мысалы, бізде надпочечник деген органдар бар, мынау щитовидная железа, қалқанша безі бар, сосын бауырда аз мөлшерде тестостерон гормонын бөледі. Солардың көмегімен де баланың бойы өсіп кетуі мүмкін да, бірақ аталық безі именно өспей қалып қоюы мүмкін. Ондай балалар өте көп кездесіп жатыр. Мысалы, жақында менде бір жігіт болды, бойы 1,80, мүшесінің размері 2 сантиметр, аталық безінің размері 1 сантиметр, өспей қалған. Оны енді ата-анасы бала өсіп кеткеннен кейін, 15-16 жастан кейін бала уже мүшесін көрсетпейді. Сол кезде балада өзі оны өсу керек екенін білмейді, өсетін шығар деп өзі ойлап жүреді. Кейін 20-25 жасқа келген кезде уже кеш болып кетіп жатады. Сол үшін аталық безіне қатты мән беру керек. Осы аталық безі бізде еркектерде как пусковой фактор болады. Осы аталық безінің көмегімен, осы аталық безінде бізде тестостерон гормоны почти 1000 есеге дейін жоғары көтеріледі. Сол 1000 есеге дейін жоғары көтерілген кездегі организмда сондай өзгерістерге алып келеді. Мысалы, бой бір жазда, мысалы, байқасаңыздар, өздеріңіз балаларыңыз, туыстарыңыздың балалары, бір жазда, мысалы, 20-30 сантиметрге дейін бой өсіп кетуі мүмкін. Сондай дәрежеде бойды өсіру үшін ол үлкен бір организмда бір үлкен бір өзгеріс болу керек, үлкен бір қозғалыс болу керек. Мысалы, тестостерон гормоны балалық шақ кезіндегі 0,003 нанограмм на миллимоль болса, именно осы 10-11 жасында ол уже 1-ге 3
үтірге алдыға жылжиды, бір болады. Осы кезде сондай денедегі сондай өзгерістерге алып келеді. Сол үшін осы уақыттағы өзгерістерді упускать етіп алмау керек. Көбінесе жаңағыдай өсіп кетедімен қалдырып қоймау керек. И көп қазір балалардың неге жаңағы осы тақырыпты неге қозғап жатыр? Себебі балалардың көбісінде жұмыртқасы дұрыс өспей қалып, подростковый периодтан өтіп кетіп жатыр да, жұмыртқасы 2,5 сантиметрмен айтып жатырмын, объеммен айтып жатқан жоқпын. 2,5 сантиметрмен, 3 сантиметрмен подростковый периодтан шығып кетіп жатыр ересек шаққа. Ересек шақтан кейін ол жұмыртқа уже ары қарай өспейді да. И ертең осы 3 сантиметр жаңағы несімен, жұмыртқаның көлемімен ол ертең жаңағы жыныстық қатынасқа түсуге, ұрықтың шығаруына уже күші жетпейтін болады ол жұмыртқаның. Ертең 20, 25, 30 жасқа келген кезде балалардағы жаңағы мүшесінің әлсіреуіне сондай проблемаларға алып келеді. Сол үшін осы процесті өткізіп алмау керек. Осы кезде баланың жұмыртқасын жақсы өсіріп алсақ, ертең бізде ересек шақ келген кезде 30 жастан кейін тестостерон гормоны, мысалы, еркектердің бәрінде төмендеп бастаған кезде, бұл жерде тестостерон гормоны нормальный уровеньде болады да, біздің тестостеронымыз 50, 60, 70, 80 жасқа дейін жететін болады. Қатты бізде ондай проблемаларға алып келмейтін болады. Сол үшін балаларды уақытылы тексертіп алу керек. Егер видео пайдалы болған болса, төменге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі жолы қандай видео қозғалғанымызды қаласаңыз, соларды астына жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде соларды талқылайтын боламыз. Рахмет.